Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айко және Гуля. Достар, біз бүгін сіздермен шаш өрімнің 3-ші бөлімін түсіретін боламыз. Және де Айко менің бүгінгі моделім, менің көмекшім болады. Ал менің мастерім бұл Гуля болады. Ал ендеше видеоны бастаймыз. Бірінші кезекте шашымызды екіге бөлеміз. Және де оны резинкелермен түйетін боламыз. Одан кейін оны ішінен қарай өткізіп, екінші жағында дәл солай істейтін боламыз. Бірінші түйген шашымызды ішіне қарай апарып қоямыз, себебі ол бізге кедергі жасамас үшін. Екінші буған шашымызды дәл солай өткіземіз. Бір-бірінен өткізіп, бидай немесе 3 немесе 4 өріммен өруге болады. Достар, егер сіздер осы шаш өрімнің 4-ші бөлімін көргілеріңіз келсе, онда бізге көп просмотр жинап, және де лайктар басылсын. Осылай өріп болғаннан кейін шығарып, көлем беретін боламыз. Бұл шашқа плейлист немесе тағы да басқа қатырма заттарын сеуіп, әсемдеуге болады. Одан кейін бағана өткізген шаштарымызды шығарып, үстіңгі жағына көлем беретін боламыз. Екінші жағында дәл солай, бірінші дәл сол көлемде резинкемен түйіп, ішіне қарай өткіземіз. Екінші шаш өрімі өте қолайлы және өте ыңғайлы. Бұл шаш өріммен тек мектепке ғана емес, және тағы да басқа жерлерге шығуға болады. Біріншіден біз осылайынан видеода көргендеріңіздей шаштың кішкене ғана бөлігін алып, ішке жай өріммен өретін боламыз. Одан кейін осыны өрген шашымызды әдемі етіп көлем беріп, көбелек тәріздес етіп істейміз. Сыртына қарай шығаратын боламыз. Одан кейін ол шашты алып қойып, қалған шаштарды боятын боламыз. Егер сіздің резинкеңіз түрлі түсті немесе сіз резинке таба алмай қалсаңыз, оны жаңағы шашпен қалған бөлігімен орап қойып, немесе гүл жасап қоюға болады. Осылайынан қалған шашты невидимкамен қыстыратын боламыз, немесе заколкамен. Және де бұған әдемі шашақтар немесе тағы да басқа заттар қосуға болады. Өз фантазияңызға қарай. Үшінші шаш өрімі өте оңай және бидай шаш өрімі болады. Бірақ оны біз жапсырып өретін боламыз. Осылайынан алып, екі жағынан шаш алып, бидай өріммен өретін боламыз. Бұл шаш өрімі негізінен
вечеринка немесе тағы да басқа заттарға болады. Және мектепке де өте қолайлы, және бантик таққан кезде де әдемі болып тұрады. Егер сіз астына осылай өргіңіз келмесе, онда жай жайып буып қоюға болады. Осылай болғаннан кейін көлем беретін боламыз. Бұл видео ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды және бізге тіркелуді ұмытпаңыздар. және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Өйткені сіздер біздің видеоларды әрқашанда бірінші көретін боласыздар. Және достар, бұл шаш өрнектері ұнаса, онда Мико біздің Инстаграмды жалғастырады деген ойдамыз. Егер бұл видеоға көп просмотр жиналып, 50-ден астам лайк жинаса, достар, сіздерге 4-ші бөлімін түсіретін боламыз. Сондықтан күтіңіздер, сау болыңыздар.